Қырықбуын шөбінің емдік қасиеті туралы не білесіз? Қырықбуын өсімдігі дәрет айдауға, белокты азайтуға, денедегі зат алмасын жақсартуға, салқыннан болған ауруларды тоқтатуға, жараларды жазуға, қан тоқтатуға, денені тазартуға пайдалануға болады. Құрғақ шөптен ұнтақ жасап жараға себеді. Қайнату тәсілі мынадай: бір ас қасық қырықбуын шөбін 350 мл суға 30 минут пісіреді, сүзеді. Сосын салқын тигенде ауыз қуысын, тамақты, мұрынды шаяды. Жараларды жуады. Қырықбуын шөбінен ертінді дайындау тәсілі мынадай: әуелі 4 шай қасық шөпті 500 мл қайнап тұрған суға 2 сағат бойы салып қояды. Сосын шөп ертіндіні сүзіп күні бойына ішеді. Екінші әдіс бойынша 50 грамм қырықбуын шөбін 750 мл қайнатылған салқын суға 1 тәулік салып қойып, сосын сүзіп ваннаға пайдаланады. Бұл ертінділер өкпе ауруларына, қуық ауруларына, ішкі қан кету, малярия, салқын тиген жүйке жүйелеріне, өт қабынудағы сырттан болатын ауруларға, ревматизм, дәрет айдауға, жүрек ауруларына пайдалы болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының PhD докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қырықбуын шөбінің емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген пайдалы кеңестерді тыңдай аласыздар. Аман болыңыз, аяулы ағайын.